Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух қыздар. Егер сіз дәл осы видеоға дейінгі барлық сабақтарды өтіп келген болсаңыз, онда өзіңізге машалла деп сыйлық жасауды ұмытпаңыз. Себебі сіз осы сабақтан кейін араб алфавитін толығымен аяқтайтын боласыз. Сабақтарымды қарамаған болсаңыз, онда міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк, комментария басуды ұмытпаңыз. Бисмиллах, бастайық. Алғашқы әрпіміз Х әрпі, яғни кеңірдектен шығады. Ешқандай қысылсыз, кедергісіз кеңірдектен шығатын әріп. Бұл қазақ тілінде жоқ әріп. Қайталап көріңіз. Х, Х, Х. Бұл әріпті көбінесе Х әрпі және Хо әріптермен шатастырып жатады. Сондықтан да айыра білу үшін көп жаттығу жасау керексіз. Х әрпінің жазылу үлгісі дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Және де Х әрпінің харакетпен оқылуын оқып көрейік. Х, Хи, Ху. Келесі әріп таңғалғанда вау дейміз ғой. Вот, сол сияқты вау әрпі. Ерін ұштарын ашық кете алдыға қарай сәл созу арқылы шығады. Вау әрпінің жазылу үлгісі. Вау әрпін харакетпен оқып көрейік. Уә, уи, у. Уә, уи, у. Келесі әріп ол я әрпі. Я әрпі тілдің ортасының таңдайға жақындатылу арқылы шығады. Я әрпі и деген дыбысты береді. Я әрпінің жазылу үлгісі дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Я әрпінің харакетпен жазылуын оқып көрейік. Я, и, ю. Я, и, ю. Келесі ләм әлиф. Бұл әріпке жатпайды. Құранда келетін болғандықтан сіздерге көрсетіп жатырмын. Ләм және әлиф әріптерінен құралған ләм әлиф. Лә деп оқылады. Осымен сіз араб алфавитін толықтай аяқтадыңыз. Өзіңізге міндетті түрде мотивация ретінде сыйлық сыйлауды ұмытпаңыз. Иншалла, Құранға түсуге өте аз ғана қалды. Менімен бірге болыңыз, каналға тіркеліп, лайк басып, міндетті түрде пікіріңізді астына қалдыра кетіңіз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.